дамуды неден бастайсыз? Ең алдымен барлық сіз кім ренжітті, немесе сіз кімді ренжіттіңіз, немесе сондай непонятный ситуациялар барлығын кешірім сайсыз немесе кешіресіз. Шын ниетімен кешіресіз. Одан кейін кімді көбірек өсектейсіз, немесе кімге қызығып қарайсыз, қызғанып қарайсыз, іштарлық болсын, соның бәрін стоп, все, тоқтатасыз. Болды, стоп. Бұл өмірді только сіз ғана важныйсыз, соны естен шығармайсыз. Одан кейін бір жаттығуды, немесе бір прогулка болсын, жүгіру болсын, сондай бір физический нәрсені қолға аласыз. Соны күнделікті жасайсыз, күнде болсын, 1 сағат болсын прогулка жасап, жарты сағат болсын спортпен шұғылданып сөйтіп бастайсыз. Одан кейін барып, тұзы сумен көбірек шомыласыз. Сөйтіп ақырындап дамып, тілден жаман нәрсені алып тастайсыз, ішкі жан дүниені тазалайсыз, көбірек рухани жағыңызды дамытасыз. Солай өзіңізді жақсы әдеттерге дамытып, ақырындап миды бәрін тазартып, жақсы өмірге қарай, позитивті өмірге қарай қадам басасыз. Сосын барып сізде дальше не істеу керек, не қылу керек, қалай плюсқа шығамыз, келесі менің видеоларымды күтіңіздер. Мен дальше сала берем. Тағы да айтар кетерім, менің инстаграм парақшамды тіркеліп алыңыз, күнделікті статус, история салып, бүкіл ақпаратпен бөлсем, ол жақтан да сөйтіп өзіңізді даму ортасы азаует етеміз. Солай өзімізді жақсы, күшті, позитивный ортамен бір сөзбен айтқанда қамтамасыз етеміз.